Ассалаумағалейкум. Бұл блендерға кіріспе плейлистінің бірінші сабағы. Бұнда біз блендерді қолданудың ең негізгі білімдерін үйрететін боламыз. Ал осы сабақта мен блендерді қалай орнататынын көрсетемін. Blender сайтына кірген кезде download деген бөлімінде осы орнату батырмасы тұрады. Бұл блендердің ең соңғы версиясы. Соны басқан кезде автомат түрде жүктеу басталады. Жүктеуін соңына дейін күтіп, жай ғана оны қоса саламыз. Next деп басып, шарттарымен келісіп, бізге керекті папканы осы browse деген батырманы басу арқылы таңдаймыз. Next деп басамыз, install және орнату басталады. Finish батырмасын басамыз. Енді пуск арқылы Blender бағдарламасын таба аламыз. Орнатқан блендеріміз 4:1, соны басамыз. Бізде осындай алғашқы бет шығады. Бұл жерде біз жаңа проектті жасай аламыз, Generalды басу арқылы. Оң жағында бұрын ашылған файлдардың тізбегі тұрады. Егер сіздер бірінші рет ашқан болсаңыз, сонда әрине мына жерде бос орын тұрады. Және өздеріңізге қажетті блендердің функциясын қоссаңыз болады. Мысалы, 2D анимация, скульптинг, VFX, видео editing. Немесе папкадан өзіңізге керекті проектті табу үшін open деген батырманы басып, соны таба аласыз. Және recover last session деген ең соңғы ашқан проектті автомат түрде сізге ашып береді. Бұл бағдарламаны бірінші рет ашқандықтан біз General деген батырманы басамыз да осы блендердің алғашқы көрінісіне кіреміз. Ал осы көріністі қалай қолданатынын білу үшін келесі сабаққа өтеміз.